Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Күнделікті тіршілікте адам баласы түрлі жағдайларды басынан өткізеді. Олардың көпшілігі оның иманына, дініне әсер етпей қоймайды екен. Бірде бұйырған ырзық несібеге, артық несібеге, көп мол несібеге қуанса, бірде басына төнген қиындыққа пұшайман болады екен. Мұндай кездерде иманның кәмілдігін сақтау қиынға соғуы мүмкін. Осындай сәттерде сүйікті пайғамбарымыздың Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын өсиеттеріне жүгініп тәлім алмақ иманымызды толықтыруға себеп болады. Міне бүгін сіздермен иманды күшейтетін 7 хадис жөнінде айтпақпын. Алдымен осы каналға тіркеліп, лайк бармағын басып, және де комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше 7 хадисті айта өтейік. Бірінші, ең алдымен шынайы ықылас, Раббының разылығын қалау жүректен таза ниеттен басталады екен. Жаратқан ие үшін пенденің сыртқы бейнесі, материалдық күйі емес, ыстық пейілі мен әрекеті маңызды. Абай хакім айтқандай, ынталы жүрек шын көңіл өзге хаққа жол емес деген сияқты. Абу Хурайрадан, Алла одан разы болсын, жеткен риуаятта Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлем болсын былай дейді: расында Алла сендердің сыртқы кейіптеріңе, мал-мүліктеріңе қарамайды. Керісінше сендердің жүректеріңе және іс амалдарыңа қарайды деп айтады. Екінші хадисте адам баласының басындағы нығмет немесе қиындық, сынақ барлығы тағдырға жазылған дүние. Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейді қазақта. Осыған нық сенім болғанда ғана қанағатты ғұмыр кешпекпіз. Жәбір ибн Абдулладан, оған Алла разы болсын, жеткен риуаятта Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлем болсын: пенде жақсылы жаманды тағдырға толық сенбейінше, басына келген жақсылық не жамандықтың өзін сөзсіз айналып өтпейтіндігін, ал басына жетпеген жақсылық не жамандықтың өзіне сөзсіз келмейтіндігін білмейінше, яғни тағдырға иман келтірмейінше, иманы кәміл болмайды екен. Үшінші, мұсылман баласы әрдайым өзінің нәпсісін ауыздықтап, тура жолдан айнымауы тиіс. Әрқашан күресте болу керек екен. Абу Барзадан, оған Алланың разы болсын, жеткен риуаятта Алланың елшісі оған Алладан салауаты мен сәлем болсын: ақиқатында мен сендердің қарындарың мен нәпселеріңдегі адастырушы шахуаттардан, құрдымға апаратын әуеліктен қауіп етемін деген екен. Төртінші, әрбір істе Құдайға тәуекел етпестен бұрын оның алғы шарты, қам қарекеті жасалуы шарт. Анас ибн Маликтен, Алла одан разы болсын, жеткен риуаятта бір кісі Алланың елшісіне келіп, одан Алланың салауаты мен сәлем болсын, келіп былай деген екен: уа Расулалла, Аллаға түйемді бос қоя беріп тәуекел етейін бе, әлде байлап барып тәуекел етейін бе деп сұрағанда, Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, алдымен байла, сосын тәуекел ет деп жауап берген екен. Біз осы жерден нені түсінеміз? Әрине, бір істі бастарда тәуекел етердің алдын сол іске жоспар құрып кірісе беруіміз керек екен. Бесінші, нығметті орнымен пайдалана білу дүниеде де, ақиретте де бақытты болудың басты кілті екен. Ибн Аббастан жеткен, одан Алла одан разы болсын, Ибн Аббастан жеткен риуаятта Алланың елшісі одан Алланың салауаты мен сәлем болсын: адамдардың көпшілігі біле бермейтін екі нығмет бар. Біріншісі денсаулық, екіншісі уақыт деп айтқан екен. Алтыншы, дүниеде берілген нығметтер тиісті жауапкершілік жүктейтін, сұрау бар аманат. Сондықтан оларды босқа сарп етуден сақ болу қажет. Абдулла ибн Масғудтан жеткен риуаятта
Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Қиямет күні пенде 4 нәрсеге, яғни өмірін қалай өткізгендігі туралы, тәнін, денсаулығын қалай қартайтқандығы туралы, біліміне қандай амал істегендігі туралы, және мал мүлкін қайдан тауып, қайда жұмсағандығы туралы сұралады екен. 7. Шынайы иман әу бастағы әлмисақ жаратылысымызда бар. Енді оны сол қалпында сақтау, түрлі сынақтардан сақтау өзімізге сын, үлкен сын. Әбу Хурайрадан, одан Алла разы болсын, жеткен риуаятта Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, былай дейді: әрбір туылған бала фитрамен, яғни таза пак күйінде туылады, мұсылман күйінде туылады екен. Сосын барып ата-аналары одан не яхуди қылады, не христиан қылады, не мәжуси қылады деп жазады, деп айтыпты. Бухари, Муслимнан келген риуаят екен. Шынайы мүмін ол өзінің тіршілігін, бүкіл ісін жаратқан иесінің разылығына арнаған пенде. Сондай имани қалыпты сақтау үшін Құран мен сүннеттің сара жолынан айнымаған жөн. Құрметті бауырлар, осы иманымызды күшейтетін 7 хадис сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазып, және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де алдағы, Құдай қаласа, алдағы уақытта да жақсы уағыздарымызды күте беріңіздер. Құдай қаласа, біз осы каналда жолыққанша. Алла барлықтарыңызға сәттілік берсін, нығметтеріңізді Алла үйіп төгіп берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.